Сәлем достар, назарларыңызда кім болам бағдарламасы. Түрлі мамандық туралы сөз қозғап, оның қыр-сырмен таныстыратын әдетіміз бойынша, біз бүгін химия өнеркәсібінің мамандарына тоқталатын боламыз. Химия өндірісі ауыр өнеркәсіптің негізгі салаларының бірі. Бұл сала соғыстан кейінгі жылдары қарқынды дамый бастап, себебі ел аумағында ашылған зауыттардың басым көпшілігі дәл осы кезеңге тура келеді. Химия өнеркәсібінің 4 салалық бағыты бар. Біріншісі кен химия өнеркәсібі, екіншісі негізгі химия, үшіншісі материалдар өнеркәсібі, төртіншісі тұрмыстық химия. Міне айым келіп те қалдық. Қазақ ұлттық университеті химия өндірісіне қажетті мамандарды 1934 жылдан бастап дайындап келеді. Ендеше айым, сәттілік. Рахмет, Махамбет. Айтпақшы достар, сендер осы мамандық туралы не білесіңдер? Химик инженер технолог мамандығы маған ұнайды. Мен өзім болашақ мамандығым бойынша инженер болу. Ол сала мені қызықтырады. Менің ойымша осы инженер технолог мамандығы өте керек, және де ол менің болашақ мамандығым болып келеді. Дәл қазір мен 40 жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан сары фосфор өндіру цехы балқыту пешінің маңында тұрмын. Газ күйінде пештен шыққан фосфор сумен конденсациялану арқылы 80% таза сары фосфорды береді. Ал пештен шыққан шлак сумен түйіршіктену арқылы өз кезегінде кейінірек цемент өндірісінде қолданылады. Былайша айтқанда, химия өндірісінің бұл саласы қалдықсыз өндіріс. Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ірі кәсіпорындардың бірі. Оның біз атбасын тіреген филиалы Тараз қаласының солтүстік батысқа қарай 15 шақырым жерде орналасқан Жаңа Жамбыл фосфор зауыты. Жалпы аумағы 650 гектар болатын зауыттың ішінде агломерат өндірісі, сары фосфор өндірісі, натрий 3 полифосфат, термиялық фосфор және тағамдық натрий 3 полифосфат өндірісі бар екен. Қазіргі таңда зауытта 2400 адам еңбек етуде. Достар, мен қазір сары фосфор өндіру цехы орталық басқару пультінің операторы Александр Пегаймен сұхбаттасып отқан жайым бар. Александр, жалпы осы химия өндірісі саласына қалай келдің? Қашан келдің? Я пришел в 2003 году. Мен мұнда 2003 жылы келдім. Сол уақыттан бері технологиялық үдерісті осы басқару пультінен бақылап отырамын. Айта кету керек, сары фосфорды алу үшін агломерат, кварцит және фосфор секілді 3 компонентті электрлі пешке салынады. Пеш қызған уақытта онда шлак, феррофосфор және пеш газы түзіледі. Түзілген пеш газы электр сүзгі арқылы өтіп, шаң тозаңнан тазартылады. Тазартылған газ конденсацияға өтіп, арнайы үлкен ыдыстарға жиналады. Олар толған кезде газ ары қарай 7-ші цехқа айдалады. Сондай-ақ біз мұнда электрлі, температуралық және шлак режимін бақылап отырамыз. Улавливается пыль от газа. Жалпы бұл мамандық, бұл сала сені несімен қызықтырды? Во-первых, зарплату вовремя платят. Біріншіден, жалақы уақытылы беріледі. Екіншіден, үнемі жұмысшылармен телефон арқылы да, дауысты байланыс арқылы сөйлесу менің жұмысымның бір бөлігі. Кәсіпорында әлемдік тәжірибеде алғаш рет сары фосфорды фосфор шикізатының агломераттанған ұнтағынан алу технологиясы енгізілген. Мұнда баяу гидратталатын натрий 3 полифосфат шығару игерілді. Сары фосфорды өндіру кезінде пеште балқыған өнімдер қож бен феррофосфор пайда болады. Зауытта отандық металлургияда кеңінен пайдаланатын және басқа елдерге шығарылатын феррофосфордың 4 түрі өндіріледі. Бұл қорытпалар өзге зауыттарда өндірілетін өнімдерге қарағанда сапасы жағынан анағұрлым жоғары. Ал өнімнің сапалы болуын Александр Пегай секілді мамандар жіті бақылап отырады. Айым, зауыт мамандары технологиялық үдерісті жетілдірді. Олар 3 жылдан бері табиғи газдан бас тартып, пештен шыққан газды өндірістің келесі сатысы аглоцехқа пайдаланады екен. Бұл біріншіден үнемді, екіншіден ауаның ластануына жол бермейді. Махамбет, химия және химиялық технология факультетінің тарихын Әбекен Бектұров, Дмитрий Сокольский, Батырбек Беримжанов сынды әлемге танымал академиктер қалады. 70 жылға жуық тарихы бар факультеттің құрамында 5 кафедра жұмыс істейді. Бұл университеттегі жаңа салынған, ашылуына елбасының өзі қатысқан ғимарат. Мұнда химия ғылымының салалық бағыттарына тереңдеп енуге барлық жағдай жасалған. Ал факультеттің оқу жүйесі қандай деген сұраққа жауап алу үшін мен деканатқа бет алдым.
Достар, бізді мазалаған сұрақтарға жауап іздеп, біз химия және химиялық технология факультетінің деканы Оңғарбаев Фирдос мырзаға келдік. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Факультеттің оқу жүйесіне тоқталсаңыз. 80 жылдық тарихы бар Қазақ ұлттық университетінің химия және химиялық технология факультетінде қазіргі уақытта негізінен 3 мамандық бойынша мамандар даярланады. Химия зерттеу мамандығы, сосын органикалық заттардың химиялық технологиясы және биорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы. Бұл мамандықтар бойынша дайындық факультеттегі 5 кафедрада жүргізіледі, химияның барлық салаларын қамтиды және қазіргі уақытта факультетте шамамен 1500-ге жуық студент білім алып жатыр. Сондықтан бұл мамандықтарға деген сұраныс өте жоғары. Факультеттегі оқу жүйесі жаңа жабдықталған қондырғылармен толық қамтамасыз етілген. Мұнда әр кафедраға қарасты зертханалар бар. Мәселен, аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы кафедрасының зертханасында оқытушылардың жетекшілігімен студенттер мен магистранттар мемлекеттік бағдарлама бойынша маңызды зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Мен физика-химиялық зерттеу әдістері зертханасында тұрмын. Химия ғылымдарының докторы профессор Дүйсек Хайсағалиұлын сөзге тартпақ ойым бар. Дүйсек аға, осы зертханада студенттердің қатысуымен басымдығы алған қандай зерттеулер жүргізіліп жатыр? Қазір біздің кафедрада осы елімізге өте маңызды бірнеше программа бойынша зерттеулер жасалып жатыр. Мысалы, елімізде шунгит деген минерал өте көп. Шунгит ол мынау алтын өндірісінде қалдығы, ол шунгитті біз адсорбент ретінде қолданамыз. Мысалы, суды тазарту үшін өте таза су шығарамыз. Және де оны мынау қазір өте маңызды резинаға наполнитель ретінде, толтыру ретінде қолданамыз. Мысалы, шина жасағанда резинаға техникалық көміртек дейді, соның орнына шунгитті жасап, оның уже бізде опытный өндірісіміз бар. Оған студенттер де қатысады. Студенттермен бірге уже ашып, соны жасап жатырмыз. Сонымен қатар бізде мынау ең негізі мынау сирек элементтерге анализ жасау, химиялық анализ. Онда біз сол химиялық анализді зерттеп, барлық процесстерді зерттеп ұсынамыз, одан кейін әдістеме дайындаймыз. Ол әдістемен аттестациядан өтеміз. Содан ғана сол нені пайдалануға болады. Сондықтан мынау сирек элементтер республикалық программасында осы біздің кафедра 2 бағытпен жұмыс істеп жатыр. Біріншіден маман дайындау, екіншіден осы зерттеу нәтижесінде анализ жасаудың әдістемесі. Онымен қатар тағы да көптеген жұмыстар жасап жатыр. Оған біздің магистранттар қатысады, докторанттар қатысады. Біздің қазіргі өте пайдалы нәрсеміз, мынау магистранттар, докторанттар, студенттер, олар осы біз істеп жатқан ғылыми өте маңызды проекттерге қосылып, ғылыми зерттеуді осы проекттер бойынша жасайды. Кез келген сараптама жұмысы 4 кезеңнен тұрады. Үлгіні алу, дайындау, оны сараптау және нәтижелерін өңдеу. Осы 4 кезеңнің ең ұзақ уақыт алатыны үлгіні анализге дайындау. Әдетте бұл 1 тәуліктен 1 аптаға дейінгі уақытты алуы мүмкін. Ал мына қысқа толқынды пеш арқылы ол уақыт жарты сағатқа дейін шегеріледі. Гүлмира, жалпы осы мамандықты таңдағанына не түрткі болды? Мен бұл мамандықты таңдауыма мектеп қабырғасынан бастап қызығушылығым тудырды химия саласы, және бізді қоршаған бәрі химия болғандықтан осы саланың ғылым саласына өз үлесімді қосқым келді. Түсінікті. Докторант ретінде айналысып жатқан ғылыми жұмысың қандай? Қазіргі күні біз сирек элементтерге сұраныс күннен күнге артып отырғандықтан, сол сирек элементтердің қатарына кіретін индий мен талийді жоғары дәрежеде тазалауға арналған жобамен айналысып жатырмыз. Яғни біз оларды рафинерлеудің электрохимиялық технологиясын бар технология сүйене тұрып, өзіміз электрохимиялық технологиясын ұсынуымыз керек. Сонымен айналысып жатырмыз. Жадыра, ал сен магистрат ретінде қандай ғылыми жұмыспен айналысып жатырсың? Менің айналысатын жұмысым жаңағы шунгит жыныстарына байланысты. Шунгит жыныстары ол Қазақстанда көп қорлы шоғырланған. Олардың негізінде сорбент жасаймын. Сол сорбентті әртүрлі суларды, техникалық суды тазартуда қолданамыз. Рахмет. Махамбет,
Факультет қабырғасындағы зертханалар заманауи қондырғылармен жабдықталған. Мәселен, мына плазма мен индукцияланған мас спектрометрдің барлық элементтерді зерттейтін мүмкіндігі бар. Ол атомдық дәрежеде кез келген химиялық элементтердің құрамын, концентрациясын, тағы да басқа қасиеттерін дәл сараптап бере алады. Айым минералды тыңайтқыштар зауытының өндіріс қуаттылығын арттыру мақсатында құрылысы жүргізіліп жатқан күкірт қышқылы цехы осы жылдың аяғында іске қосылмақ. Жоспар бойынша ол жылына 600 мың тонна күкірт қышқылын өндірмек. Жамбыл фосфор зауытынан шығып, біз Тараз қаласының өзінде орналасқан минералды тыңайтқыштар зауытына келдік. Бұл зауыт кеңес кезінен сапалы фосфорлы тыңайтқыштармен әйгілі. Бұл зауыт бүгінде минералды тыңайтқыштармен қоса азықтық қоспаларды өндіреді. Жаңа өндірісті іске қосқалы отырған зауыттың мамандар қатары да жаңарып жатыр. Құрметті көрермен, мен қазір өндіріс бөлімінің бастығының орынбасары Арыстанбек Еркінбекұлымен сұхбаттасып келе жатқан жайым бар. Арыстанбек, жалпы осы химия саласының минерал тыңайтқыштар өндірісінде жұмыс істеп келе жатқаныңа қанша жыл болды? Қашан келдің бұл өндіріске? Мен Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетін 2008 жылы аяқтап, өзім осы Тараз қаласындағы туып өскен жеріме келіп, Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің минералды тыңайтқыштар зауытына 2008 жылдан бастап келіп жұмыс орнында осы қызмет атқарып жатырмын. Заман талабы ретінде осы химия өндірісін таңдаған себебім жүрек қалауым. Арыстанбек, минералды тыңайтқыштар өндірісі еліміздің ауыл шаруашылығының дамуына мол үлес қосып келеді. Дәл осы саланың ерекшелігі неде? Біздің шығарып отырған өнім, аммофос өнімі, бұл тек қана жер құнарын жоғарылату үшін екі компоненттен тұратын өнім шығарып жатырмыз. Аммофос цехы мынау тұрған цех. Бұл жерде біз күнделікті 450-500 тоннаға шейін аммофос өнімін шығарамыз. Мемлекеттің бағдарламасы арқылы мынау күкірт қышқыл цехын соғып жатқан жайымыз бар. Аталмыш цехтың жұмысы алыстан басқару тетігі арқылы жүргізіліп отыратын болады. Жұмыс күші аз қолданылатын кәсіпорында автоматтандырылған қондырғылар бүгінде шетелдерден сатып алынып та қойған. Өнім қысқа схема немесе қос абсорбция жүйесі бойынша өндірілмек. Мамандардың айтуынша бұл энергоүнемді тәсіл. Өндіріс іске қосылғанда күкірт қышқылымен қатар қысымы 40 атмосфера, ал температурасы 440 градус болатын су буы түзіледі. Бұл су буынан әр сағат сайын қуаттылығы 25 мегаватт болатын электр энергиясы өндіріледі. Жобаның инновациялық қыры да осында. Айым, еліміздің химия саласының дамуына қарқынды үлес қосып жатқан Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бүгінгі өндіріс қуаттылығы міне осындай. Махамбет, болды енді қой. Тегі бір осы зауыттың бас маманы секілді кірісіп кетіпсің ғой. Бағдарламаны аяқтайық. Міне құрметті көрермен, химия өнеркәсібімен осы сала мамандары туралы айтарымыз осымен тәмам. Бүгінгі бағдарламадан сіздер өздеріңізге қажет ақпарат алды деген ойдамыз. Ал егер мектеп бітірген соң дәл осы мамандықты таңдар болсаңыз, онда оған біздің де қосқан үлесіміз мол деп білеміз. Десек те, қай мамандықты таңдасаңыз да, естеріңізде сақтаңыздар. Жақсы маман қашанда тапшы маман, сондықтан жақсы оқыңыздар.